Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен сүзбелі печенье жасаудың рецептісімен бөлісемін. Өте жылдам дайын болатын печенье және дәмді. Таңертеңгілік шайға өзіңіз үйде осы печеньені жасап жесеңіз өте керемет, дәмді. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, осы печеньені менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл печеньені дайындау үшін маған 250 грамм ұн, 250 грамм ұнға жарты шай қасық қамыр қосқышын, шай қасықтың ұшымен ғана кішкене тұз саламын, 100 грамм шекер, 100 грамм сары май, мендегі үйдің қолдың сары майы, сары майды ұнмен жақсылап тұрып, әдемілеп араластырып алып, бір жұмыртқаның жартысын ғана құйып, оған 200 грамм сүзбе қосамын, және осы қамырымды илеп алатын болам. Қамыр илеп алып, мен кішкене мак қосып жібердім. Енді ол мак өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қоссаңыз да болады. Негізі бұл печеньеге мейіз, кунжут кішкене қосып жіберсеңіз дәмі кіріп әдемі болады. Енді қамырымды жайып аламын. Қалыңдығын 5 мм етіп, осылай қамырымды жайып аламын. Сосын үстіне бағанағы қалған жұмыртқаның жартысын жағып, кішкене шекер сеуіп жіберем. Енді осылай кесемін. Бәрін төрт-бұрышты етіп кесіп аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Және де рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Осылай кесіп дайындап аламын да, противенге салып, 180 градуста духовкада 30 минут пісіріп аламын. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, менің печеньем пісті, дайын. Енді бұл печеньенің үстіне сахарный пудра сеуіп жібердім, мен кішкене шамалы. Өте күшті, керемет, дәмді. Таңертеңгі шайға, түскі шайға осы печеньені тез-тез жылдамдатып пісіріп жіберсеңіз керемет. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, менімен бірге болғаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Мен каналымнан алыстамаңыз. Менің каналымда күнделікті неше түрлі дәмді рецепттер шығатын болады. Асыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болыңыз. Осы печеньені міндетті түрде жасап көріңіз. Сау болыңыз.